Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Біз бірнеше жыл осы төлеңгіт тақырыбына қатысты деректерді ғылыми әдебиеттерден сүзіп шығып, құмның арасынан қиыршық алтын іздегендей күй кешкен едік. Өздерін төлеңгітпіз дейтін аталар Қазақстанның қай тарапынан болса да кездеседі. Олардың ішінен шыққан ұлы тұлғалардың аттары тарихта алтын әріптермен жазылған. Өкінішке орай осы күнге дейін ғалымдарымыз төлеңгіт әулеттеріне қатысты бірде-бір салмақты кітап ұсынған жоқ. Төлеңгіттердің шыққан тегі де белгісіз, олардың қоғамда атқарған қызметі де түсініксіз, құрамы да нақты анықталмаған. Осы себептерге байланысты өзімнің ағам академик Бекен Кемелбекпен бірлесе жүргізген ізденістеріміздің нәтижесін бірді-екі жариялап, оқырманның ыстық ықыласына ұсынған едік. Қазақта өзін өзі танымаған шіркін өзгені қалай танысын деген ғажап бір мәнді сөз бар. Сол сияқты бұл жарияланған кітаптарымызда біз өзімізді өзіміз тануға күш салдық десек артық айтқан болмас едік. Бұл еңбектерімізде төлеңгіттердің қазақ хандығының басқару жүйесіндегі әскери әкімшілік қызметтерін дәлелді түрде жаздық. Шынтуайтына келгенде, Мәскеу патшалығындағы Иван Грозный тұсында қалыптасқан аристократиялық дворяндықтың дәл біздің төлеңгіттерден айырмашылығы шамалы. Алайда төлеңгіттердің орталық билік өкілі болуы мүмкін емес. Олай деп айтудың өзі үлкен қателік. Өйткені олар төрлердің маңындағы тексіз төлеңгіттер деген тарихшылардың пікірлері қоғамда әбден қалыптасып қалғандықтан, қашан осыдан қайтатындарын таппасу қиын болып тұр. Міне осындай жайларды сараптай келе, бұл жолы еділ жайық үшін күресіп, Қарқаралы Шұбартау жеріне ту тігіп, құт дарытып, төлеңгіт атанған Алтай аталық әулетінің бір бұтағы Мамадайыр Мамашықтардың тарихын жаңа деректер негізінде баяндайтын боламыз. Тек YouTube каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпауларыңызды сұраймыз. Мамадайыр Мамашықтар атақты Есім ханның ордасын басқарған Сайдалы Арыстан аталықтың ұлдары болады. Қайып ханның Ресей патшасы 1 Петрге жазған хатында «Лучший человек казацкий орды Арыстан аталық» деп, Арыстан аталықтың ертеден қазақ хандарына сіңірген көп жылғы еңбегін жоғары бағалаған. Сайдалы Арыстан аталықтың артында арғын болсаң Алтай бол дейтін, ел мақтап арғының сауыры дейтін Алтай қуандық аталатын ел бар. Кез келген жағдайда өз ру тайпасының күшіне сүйене отырып, бағынбаған руларды хан дәрежесіне келтіру аталықтың міндеті болды. Міне осы деректер негізінде Арыстан аталық балаларының Әстеуке хан заманында өте күшті әскери аристократиялық әулет болғанын көреміз. Өйткені әулет шежіресі мен тарихи құжаттарда оны айғақтайтын деректер де аз емес. Мамадайыр Мамашы ұрпақтарын қазақ хандығының орталығы болған Түркістан үшін де, Ертіс пен Еділ арасындағы кең байтақ өлкедегі ел мен жердің тұтастығын сақтаудағы үздіксіз күрестері олардың шежірелік әңгімелерінде жақсы сақталған. Әлбетте, тарихи шежірелік деректер әрине кез келген руда сақталғанмен, негізгі өзегі, сөздің асылы әрі нақтысы елге аттары шыққан әулет ұрпақтарына қонады. Әр баласының жадында қалады. Ал аты тегінен белгілі ешкім шықпаса, әкелері олардың сөздерін айтып отырмаса, бала кімнің сөзін есінде сақтасын, кейін өз балаларына не айтсын. Талай батырлық пен ерліктерімен аты шыққан Мамадайыр Мамашықтар егіз болған. Хан балалармен бір ананың емшегін емгендіктен оларды Мамадайыр Мамашық деп атаған. Бұл сөздің мағынасы сүттес бауырлар дегенді білдіреді. Аталық тәрбиесінде ханзада хан тағына отырғанда, ханның ең жақын сенімді адамдары ретінде Мамадайыр Мамашықтар орданың қауіпсіздігіне жауапты болды және ханның әскери және елшілік тапсырмаларын орындады. Мұндай сүттес бауырлар дәстүрі екі жаққа да тиімді болды. Аталық әулетті таққа жақындай түсті, ал хандар көп санды ең ықпалды Алтай ру тайпасынан қолдау тапты. Мамадайырдан тараған ұрпақтардың ішінде Жалаңтөс пен Ақтөстей егіз болған. Ерекше батырлығымен әрқашан жұптары бөлінбей бірге жүргендіктен ағайындары Екітөс деп атап кеткен. Шұбартау Жетісуға аты шыққан Тілеу батыр Мамадайырдың Жалаңтөс атасынан тараса, Өмірзақ аталық Ақтөс атасынан туады. Өмірзақ қалың елдің құты болса, Тілеу батыр алмас қылышы еді. Олардың бар өмірі елдің қонысын кеңейту, халықты жаудан қорғау жолындағы жорықтарда өткен. Жалаңтөс пен Ақтөс Әстеуке ханның ұлдары Сәмеке хан мен Болат ханның жанында болып, ерліктерімен аты шыққан батырлар болды. Аталықтың қатаң тәрбиесін көрген хан балалары, жас сұлтандар
басын бәйгеге тігіп, ашық майданға шығып, жекпе-жекке шығатын ержүрек батыр, найзагер тұлға болуға тиіс еді. Мысалы, Әз-Тәуке ханның немересі Әбілмәмбет 1730-1734 жылдар жоңғар шапқыншыларға қарсы күресімен белгілі болды. Осы кезден бастап ол өзінің ресми есіміне Баһадур хан тіркесін қосып, есім ойылып жазылған жеке мөр ұстауға құқылы болды. Әз-Тәуке ханның ұлы Сәмеке хан Түркістанда билік жүргізіп, 1730 жылы жоңғар басқыншылығына қарсы жаужүрек қолбасшылығымен аты шықты. Еділ қалмақтарының шабуылдарына тойтарыс беру үшін Сәмеке хан мен Әбілқайыр хан 1723 және 1726 жылдар екі дүркін жорық ұйымдастырады. Екінші жорықта Аюке ханның үлкен баласы Серен-Донды хан бітімге шақырып, содан екі жақта бесіктегі бала ат жалын тартып мінгенше соғыспайық деп келісіп, қанға қол батырып антасады. Осы бітімнен кейін Сәмеке хан мен Түркістаннан бірге келген мамадайырлар кіші жүздің ханы Әбілқайырдың ордасында тұрып қалады. Мамадайырлар Әбілқайыр ханның қалмақтайшыларымен және кейіннен Ресеймен болған елшілік және сауда байланыстарының белсенді қатысушылары ретінде тарихта аттары шықты. Астрахандағы Краснояр ауданының тұрғыны Құттыбай Ошан ақсақалдың айтуынан жазып алып сақтаған Үкібаев Қисметолла деректері бойынша Арғын руының беделді биі Бақы би ұрпақтары Тәжік, Андағұл, Көкебай, Шыбынтай, Нияздың басқаруымен кіші жүздің ханы Әбілқайырдың қалмақтарға қарсы ұйымдастырған жасағына келіп қосылған. Сол соғыста асқан ерлігімен көзге түскен Нияз батырды Әбілқайыр хан қарындасына үйлендіріп, хан таңбасын беріп, төре төлеңгіт бол деп өзіне жақындатады. Басқа ағайындары да топтасып ханның ең сенімді адамдары болып қала береді. Мамадайырдың атақты Нияз батырынан тарайтын Алдасай аты ұрпағы Жәрдемәлиев Қадыр марқұмның баласы Жеңіске аманат етіп қалдырған шежіресінде Алтай бабамыз 10 атаның төбірі, Балқаш көлін жағалаған орта жүздің Арғын деген руынан. Мамадайыр Алтай бабамыздың баласы, Мамадайырдан Көкен, Мамадайырдың баласы Көкеннен Сүйіндік, Көкеннің баласы Сүйіндік бабамыздың 5 баласы болған. Олар анда Алдасай, Теңізбай, Қалыбай, Қырғызақ деп кіші жүзге 500 түйемен көшіп келгені тура жазып қалдырған. Осы орайда атыраулық Мамадайырдың ұрпағы Нияз батырдың Әбілқайыр ханның қарындасына үйленуі мен Шұбартау төлеңгіттер ішіндегі Мамадайырдың өзі төре тұқымынан Күнай атты қыз алу сияқты деректердің болуының өзі олардың арасында төре әулетінен қыз алатын құдалық дәстүрдің болғанын айғақтайды. Міне осындай қисындар негізінде аталық әулетінен шыққан Мамадайыр мамашықтардың беделі төрелерден де кем түспей, олармен нағаш енді туыс болғанында айта аламыз. Біз алдыңғы бөкейлік төлеңгіттер деген бейнебаянымызда Қарабай төре төлеңгіттері атанған Мамадайырлардың Бөкей ханнан да бұрынырақ Еділ жайық аралығында жерлерге орналасқандарын айтқан болатынбыз. Енді міне Мамадайырлардың Сәмеке ханмен бірге 1726 жылдар Еділ жайық арасына келгенін баяндап отырмыз. Жазушы Рақат Қоспармақовтың Тарас Қасымов атты еңбегінде Еділ үшін егесіп, жайық үшін жандасқан Қожай батырдың қалмақтармен шайқастарының бірі қазіргі Қарабайлы қаласының батысындағы Сасықкөл деген жерде болыпты. Қарабайлы Мамадайырлардың ескіден ата мекен қонысы. Қазақтардан қашқан қалмақтар Еділді кешіп өтіп дарияның арғы бетіне бірақ шығады. Еділ өзенінің осы саласында қатар орналасқан қазіргі Қарабайлы, Ақтоба аудандарын шығу тегі де осы оқиғаларға байланысты болады. Атырау облысы Құрманғазы ауданының солтүстік батысында Сүйіндік деген ауыл бар. Бұл ауыл кезінде Батыс Қазақстан облысы Орда ауданына қараған. Сүйіндік ауылынан аса алыс емес Астрахан губерниясына қарайтын Қарабайлы ауданы Қайыпхан ұрпағы Қарабай төренің есімімен аталған. Жоғарыда айтқанымыздай шежіре деректерінде Мамадайырларды Қарабай төренің төлеңгіттері деп атаған. Біз үшін маңызды Сүйіндіктің халықтың қамын ойлаған орта жүздің батыры деп айтылуы, елге құт болыпты деген сөздің болуы. Бұл Шұбартаудағы Мамадайыр тұқымы Өмірзақ аталықтың да қалың елдің құты болыпты деген сөзді еске түсіреді. Сүйіндік батыр мен Өмірзақ аталықтың өз заманында ірі сауда орталығы болған Астрахан мен Қытайдан Орта Азияға шығатын сауда керуендеріне бақылау жасауға, саяси болсын, әскери болсын ықпал етуге күші жеткен Алтай аталықтар әулеті өкілі болғаны туралы
Міне осындай анықтамадан бастағанымыз жөн. Жалпы Мамадайыр мамашықтардың тарихын зерттегенде, олардың Қазақстанның батысы мен шығысындағы белгілі бір шекаралық аймаққа шоғырлануының ең басты себебі Еділ жайық бойындағы Астрахан саудасы мен шығыс жетісу арқылы өтетін Қытай Орта Азия саудасына іле қалмақтарының тайшыларымен бірге бақылау жасау болғанын ескеріп отыруымыз қажет. Мысалы, олар Еділ қалмақтарының тайшылары атақты Хо Өрлік ханның ізін басқан Аюке ханның ұрпақтарымен бірлесе отырып, Еділдің Кавказ жағы мен Астрахан Хиуа Бұхарадағы транзиттік керуен жолдарын бақылау арқылы Қазақ хандығының мүдделерін қорғауда маңызды рөл атқарды. 18 ғасырдың 40 жылдары Әбілмәмбет хан да Еділ қалмақтарының билеушісі Дондық Дашимен байланыс орнатып, оған Аюке хан тұсында болған өзара достықты қарым-қатынасты қалпына келтіруді де ұсынады. Егер сіз біздің тарапымыздан сұрасаңыз, біз бүкіл ордамен бірге Құдайдың рақымымен жайықтың бергі жағында, ал сіз жайықтың арғы жағында барлық адамдармен бірге амандықта болғаныңызды тілейміз. Екі орданың арасында ұры-қарыға тиым салып, берік ұстау бізге міндет, ал бізден ұрлық пен дұшпандық болмайды. Ол үшін жұмыла көтерген жүк жеңіл екенін есте ұстаған абзал. Соғысты мүлде тастаңыз дейді. Міне осы хаттан біз Әбілмәмбет ханның қалмақ билеушісімен өзара келісіп, өз иеліктеріне шекара орнатуды шешкендігін де көреміз. Айналып келгенде, кейіннен Бөкей ордасында төлеңгіт руына біріккен мамадайырлар мен қалмақ төлеңгіттерінің ұраны Алтай болған. Одан біз қалмақ төлеңгіттерінің қазақ арасында қалыптасуына арғын Алтай аталықтардың шешуші рөл атқарғанын көреміз. Бұрындары бұл туралы сөз ету ешкімнің ойына келмеген болатын. Мұндай тұжырымға енді тарихшыларымыз да назарын аударуға тиіс. Бір жағынан төлеңгіттердің қазақ хандығының кедендік логистикалық халықаралық жобаларына жауапты болғандарын нақты тарихи тұжырымдарға айналдыру үшін Мамадайыр мамашық әулетінің шежірелік әңгімелері мен географиялық қоныстану аумақтарында дереккөз ретінде назарларыңызға кеңінен ұсынуға тура келеді. Астрахан Кавказ саудасын бақылаған және басшылық құқықтарға ие болған Мамадайырдан бері қарай Көкен аталық ұрпағынан әйгілі Сүйіндік батыр, Бақы би, Қалыбай батыр болды. Бөкей ордасындағы төлеңгіттердің старшыны болған Жұрын Көркембайұлы да осы аталық дәстүрін жалғастырды. Еділдің төменгі жағы, одан батысқа қарай ресейлік Астрахан Камызяк, қазақша Құмөзек ауданының Застенка ауылына түгелге жуық Мамадайырдың Бақы би ұрпақтары қоныстанған. Атырау өңірінің Құрманғазы ауданы, Конюшкин ауылы, Каспий теңізінің солтүстік батыс жағалауында Алтай Мамадайыр атасынан тарайтын Анда, Алдасай, Теңізбай, Қырғызақ, Қалыбай, Сәдібек, Шеркешбай атадан тараған ұрпақтары тұрады. Сүйіндік пен Бақы биден бөкейлік төлеңгіттердің үлкен тобы тарайды. Басқа төлеңгіттер қауымнан олардың ең бір ерекшелігі өз аталарының атымен аталуы. Қазіргі кезеңде Атырау, Астрахан өңірлерінде осы аталықтың Теңізбай, Қалыбай, Сәдібек, Алдасай, Қырғызақ, Шеркешбай, Анда, Тұрымтай төлеңгіттері деген атпен белгілі бірнеше тобы бар. Кейбір басылымдарда оларды біріктіріп Сасықтау, Қойқын төлеңгіттері, ал кейде Қарабай немесе Төре төлеңгіттері деп те атайды. Қолда бар шежіреге сәйкес батыс өңіріндегі төлеңгіттер қауымы Сүйіндіктің 4 ұрпағынан Бақы би, Көкебай, Қожай, Теңізбайдан таралатыны анықталып отыр. Бақы биден Шыбынтай, Нияз, Темір, Анда, Тәжік туады. Шыбынтайдан Қалыбай, Сәдібек, Нияздан Алдасай, Қырғызақ, Темірден Шеркешбай, Андадан Бердікке, Бердіс, Тәжіктен дерек табылмады. Көп түйелі Көкебайдан Тұрымтай, Жәнібек, Қожайдан Тұрлы, Олжатай, Теңізбайдан Қалдаман, Сандыбай, Мелдебек әулеттері өсіп өнеді. Ал енді батыс Қазақстандағы төлеңгіттің атақты би Жақсымбеттің арғы аталары Кекіл мен Жаңғақ деген екі ағайынды жігіт арғын руынан екен. 1801 жылы Бөкей сұлтан Арынға қоныс аударғанда бірге келген ең сенімді адамдары болыпты. Бөкей сұлтан ағайындылардың үлкені Кекілге жер жаннаты ұялыны сыйлағанда інісі Жаңғақты құнарлы құтты мекен Ашөзек бойына қоныстандырған екен. Содан олар ұялы төлеңгіттері деп аталып кеткен. Ел ішінде сақталған тағы бір әңгімеде арғының Мөңке биі өзінің екі інісі Кекіл мен Жаңғақты Бөкей сұлтаннан қайтарып алмақ болады. Мөңкенің қолына төрелер күміс құманмен су құйып, қасына ере жүріп дәретін алдырып, әлденеше уақыт бойы құдайдай сыйлап, құрмет
көрсетеді. Бірақ Бөкей Сұлтанның өтінішін жерге тастай алмай екінісін қалдырған екен. Елге аттанарда мөңке қабырғасы қақырай отырып ұзын сүрең жыр толғайды, күй шығарады. Шежіреші Тихон Әліпқали «Мөңкенің күйі» деген күйді дүниеден өткен Казталовкалық айтулы өнер саңлағы Сағит Садықовтың орындауында талай тыңдадым дейді. Ал Мөңкенің жырын тұтасымен Қожай ғана біледі. Бір қызығы, Мөңке бидің өзі арқадан шығып, Еділ жайық бойындағы тумаларын іздеп барған болса, Мөңкенің ұрпағы Қаңтарбайдың ұлы Иса да Тоғызақ балаларын іздеп Ташкентке дейін барғаны, Шұбартаудан Мамадайыр мен Мамашық балаларын тауып алғаны әлі күнге дейін қариялар арасында айтылады. Бөкей ордасында төлеңгіт руына біріккен ат ұрпақтарынан қазақтың атын шығарған небір оқымыстылар, мемлекет қайраткерлері шықты. Оларды атап өтер болсақ, 1920-25 жылдары Қазақ автономиялық республикасы орталық атқару комитетінің тұңғыш төрағасы болған Сейітқали Меңдешев, қазақ мәдениетінің аса көрнекті қайраткері, күйші сазгер Дина Нұрпейісова, қазақ музыка өнерінің көрнекті қайраткері Шамғон Қажығалиев, тарих ғылымдарының докторы профессор Шоқан Уәлиханов атындағы мемлекеттің сыйлықтың иегері Хамит Маданов, техника ғылымдарының докторы профессор академик Пангерей Жолақов, ауыл шаруашылық ғылымдарының доктор академик Қисметолла Үкібаев, көрнекті жазушы мемлекеттік сыйлықтың иегері Зейнолла Серікқалиев, белгілі мұнайшы Тарас Қасымов, химия ғылымдарының кандидаты Клара Қадырқызы Жәрдемәлі, химия ғылымдарының докторы Жеңіс Қадырұлы Жәрдемәлі, полиция генерал-майоры Хайдарқал Мұрат Саламатұлы, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері профессор Айтжан Тоқтаған, белгілі домбырашы күйші Айтолқын Тоқтаған, дизайнер суретші Айдана Жақанова, тарихшы ғалым профессор Амангелді Шамғонов, шежіреші Темірхан Оразбеков, Тихон Әліпқали, Салық Еспергенов, самбо күресінен әлем чемпионы Ринат Ибрагимов және басқалар. Құрметті көрермендер, Түркістанды хан дәрекейінде ұстаған Мамадайырдың кенже інісі Барқыдан туған Нияз Батыр болды. Нияз аталық ауыр кезеңдерде билік құрды. Осыған қарамастан ол алдымен Әз-Тәуке ханның ұлы Сәмекені, одан кейін Әбілмәмбетті, одан кейін Әбілпейіз сияқты хан тағына лайықты мұрагерлерді дайындады. Нияз Батырмен бірге Мамадайыр, Мамашық балалары да аталары Арыстан мен Барқы салған жолды жалғастырып, 18 ғасырдың соңына дейін қазақтың астанасы Түркістанды жаудан қорғап, жаманнан сақтап отырды. 1740 жылдың тамыз айында Әбілмәмбет хан өзінің ең сенімді адамы Нияз Батыр, Абылай Сұлтан бар барлығы 128 адамнан тұратын нөкерлерімен бірге Орынбордағы қазақ-орыс келіссөздеріне келеді. Ресей үкіметі атынан генерал-лейтенант Урусов қазақ елшілігін қарсы алады. Орынборлық шенеуніктер Нияз Батырдың Сәмекенің тұсында аталық болып, Түркістан өңіріне түгел билігі жүргенін, Сәмеке өлгеннен кейін елді өзі басқарып, Әбілмәмбетті былтыр ғана үлкен хандардың тағына отырғызғанын генерал-лейтенант Урусовқа жеткізген екен. Абылай Сұлтан қалмақ қолына тұтқын болған кезде 1742 жылдың басында Әбілмәмбеттің баласы Әбілпейізді Нияз Батыр алып барып Қалден Серенге Ақ үйлі аманатқа береді. Абылайды босатуға тікелей ат салысқан Қаз дауысты Қазбек би, Малайсары Батыр, Барақ Сұлтан, Әбілмәмбет хан және Нияз Батыр болды. Абылайды тұтқыннан босатуға Ресейдің орталық үкіметі емес, Орынбор әкімшілігі араласқаны белгілі. Орынбордан капитан Миллер деген қазақ тілін жақсы білетін офицерді Қалден Серенге елшілікке аттандырады. Оның жанына Шақшақ Жәнібек Батыр жолбасшы қылып өзінің інісі Байқұлақ Батырды қосады. Бірақ Миллерді Қалден Серен қабылдамайды. Орыстарды ертіп келген үшін Байқұлақты Миллердің көзінше қалмақтар азаптап өлтіреді. 1742 жылы қалмаққа Ақ үйлі аманат беру арқылы қазақ қалмақ арасын бірер жылға реттеген жақсы қарым-қатынастың басы болып, екі ел арасында әскери одақтастық, достық туралы келісім жасалады. Енді келіп осы хабар жеткенде Шыңғысхан шапқыншылығы қайта басталама деген орыстың қалай қылықтап қорыққандарын білсеңіздер. Қалден Серенге бұл тұста қазақтың жайылымдық жерлерін басып алу маңызды болған жоқ. Олардың ұлан-ғайыр жайылымдық аумақты иемденгені соншалықты олар көшпелілердің соңғы империясы болды. Қалмақтардың шекаралары тек қазақтармен ғана емес, Ресеймен де орасан зор шекаралары болды.
Іс жүзінде бүкіл Сібір аумағына иелік жасағандықтан оларға енді мұндай жайылымдық территориялар қажет болмады. Бірақ жоңғар билеушілеріне Қазақстаннан Орта Азия аумағын өтетін транзиттік керуен жолдары қажет болды. Сондықтан 17 ғасырдың аяғынан 18 ғасырдың ортасына дейінгі жорықтар осы Қытай, Қазақстан, Орта Азия сауда жолдарын бақылау үшін болған еді. Сонымен 1740 жылы мамыр айында Қалден Серен Абылай Сұлтанды тұтқыннан босатты. Осы бейбіт келіссөздердің нәтижесінде Әбілмәмбет хан Қазақ хандығының экономикалық орталығы болып саналатын Түркістан мен Шығыс Қазақстанды қалмақ шапқыншылығынан сақтап қала алды. Екі арадағы бейбітшілікті пайдаланып, қазақ көші Шар Құрбанның бойына, қалмақ шекарасына жақын қонды. Шекара алқабында сауда-саттықта жанданып, осыған байланысты Ертіс пен Іле бойындағы керуен жолдарында қалмақ пен Әбілмәмбет хан төлеңгіттерінің үлкен топтары шоғырлана бастады. Жоңғария мемлекеті құлағанда Әбілмәмбеттің ұлы Әбілпей сұлтанның да түпкі ойы қайтқан күнде де қара қалмақтан босаған шұрайлы өлкені қазақ меншігіне қалдыру болғаны да анық. Сонымен бірге Түркістан және Сыр өңіріндегі қалалық алқаптан ажырап кеткен қазақтың шығыс бөлігін Қытаймен екі арада сауда қарым-қатынасын ашу болған еді. Әуел баста шығыс жетісуда қоныстанған Әбілпей сұлтанның өзі де балалары да қазақтың қосынын шығысқа қарай кеңейтіп, Лепсі, Тарбағатай секілді Бейжіңмен елшілік алмасу, сауда-саттық жасауды арттыруға қолайлы жерлерде мекендеді. Міне осы тұста Мамадайыр Мамашық даңқы бүкіл Орта Азияға шыққан болатын. Себебі Мамадайыр Мамашықтар Бұқар, Ташкент сауда керуендері мен елшіліктерінің Қытайға өтуіне кепілдік берді. Осы кезеңдерде Шыңжаңға баратын жолдың барлығы шығыс жетісудан өтті. Олардың негізгілері Ертіс пен Іле өзендерінің аңғарлары, Жоңғар қақпасы мен Алтын Немел, Қорғас арқылы өтетін өткелдер және Қырғыз тауларының да асулары болды. Орта Азия саудасының өкілдері болған Дейіт, Сабаншы, Оңажыт, Ошақты және Тебержін аталарының да Мамадайыр Мамашықтарға туыстық және тұрмыстық жағынан да жақын болуында басты себептері де осы Қытай-Ташкент саудасына байланысты болып шығады. Жоңғар ордасы біржолата құлағанда 1757 жылы Түркістандағы хан кеңесінде Әбілмәмбеттің баласы Нияз аталықтың тәрбиесінде болған Әбілпей сұлтанды қалмақтан босаған ұлан-ғайыр кең алқапқа басшы қылып тағайындайды. Осылайша кезінде өз Абылай үшін аманатта отырған қара қалмақтың жұртына иелік жасау Әбілпейіздің пешенесіне жазылыпты. Әбілпейіз осы тапсырмамен Түркістаннан алдымен Шұбартау, Шыңғыстауға келіп түскен. Өмірзақ аталық бастаған Мамадайыр Мамашықтар мен Жаназар Батыр бастаған Желден Тайшы топтарына аса жауапты міндет Әбілпей сұлтанды қорғап күнгей саяққа апарып орда құру тапсырылды. Әбілпейіз ордасын қорғауға алған топ өз міндетін абыроймен орындады. Әбілпей сұлтан қазақтың шығыс шекарасын Ертіс пен Іленің басына дейін алып барды. Солардың арқасында біз қазір Жетісу, Алтай мен Тарбағатайға иелік етіп отырмыз. Аталық әулетінің шежіресінде сонан арғынның басқа балалары елге қайтып, Мамадайыр Мамаш қалмақтан кек аламыз деп төре қолмен бірлесіп қалып қойған. Сонан Қарқаралы дуанда өсіп-өніп бір рулы ел болып тұрып қалған делінеді. Мамадайыр Мамашық Әбілпейізге төлеңгіт қылып қосып жіберу Арыстан аталықтың қара шаңырағына ие болған барқы балаларда да оңай болмаса керек. Заманында Нияз аталықпен бірге жүрген інісі Итқара батырдың тұқымы Қаңтарбай батыр қайтыс боларында баласы Исаға Мамадайыр Мамашықты іздеуді өсиет айтып кеткен екен. Иса Қаңтарбайұлы 1897 жылы Шұбартау төлеңгіттерінің ел ағасы болған Өмірзақ тұқымы Оспанқұлға жазған хатында осы мәселені аңғартады. Қаңтарбай биыл Рамазан шәріпте дүниеден қайтты. Бұл кісі өлерінде бізге насихат етті. Қарқаралы дуанында Мамадайыр Мамашық біздің тұқым деп, осы сөздің нұсқасымен Оспанқұл мырза сізге хат жазып отырмыз. Шамасы қара шаңыраққа ие болып қалған барқының есті балаларының ішінде Мамадайыр Мамашықтың елден жырақ кетуіне өздерін кінәлі сезінгендей сезім болған. Исаның хат жазар уақытындағы деректерге қарасақ, барқы тұқымынан Ортау, Ақтауда 1500 үй болса, Шұбартауда Мамадайыр Мамашық 1000 үйдің моғдарында болған. 1824 жылы Қарқаралыда құрылған Төлеңгіт болысының басшысы болып, Әбілмәмбет ханның немересі Болат ханның ұлы Мұрат сұлтан сайланады. Мұрат сұлтанның ағасы Арғын Алтай болысының билеушісі Тоғым хан болатын. Тоғым ханның атадан қалған қоныстар Ұлытау мен Кішітауды жазда жайлап, Сырдария өзенінің жағасы мен Тарбағатайды да қыстайтын.
Мамадайыр Мамашықтар олардың әжелерінің төркіні түп нағашылары еді. Әбілмәмбет ханның бәйбішесі тұңғыш ұлы Болат сұлтанның анасы Арғын Алтай руынан болатын. Профессор Клара Хафизова жазғандай, Әбілмәмбет дәстүр бойынша тұңғыш ұлы Болатқа солтүстік Қазақстандағы атығайларды еншіге береді. Алайда бұл төңірекке кейіннен Абылай сұлтан иелік жасағанда Түркістанды Болатқа береді. Әкесі қайтыс болғаннан кейін Түркістан Болатқа мұра ретінде қалды. Бұл кезеңдерде Цин патшалығының жібек жолының қайта жаңғырған солтүстік бөлімінің қос тармағының біріншісі Ланчжоудан бастап Хуанке өзенінде, одан әрі Қазақстан арқылы Шу мен Талас өзендерінің аңғарларымен Ферғана алқабына, ал екіншісі Ертістің сол жағалауы мен Жетісу арқылы орталық Қазақстанға дейін созылып жатқан сауда жолы болды. Бұл Әбілмәмбет пен Абылай хан балаларының экономикалық мүдделеріне сай келді. Сондықтан Төлеңгіт болысының құрылуы Әбілмәмбет хан ұрпақтары үшін Қытай, Орта Азия және Семей саудасын бақылауды жүзеге асыру үшін қажетті іс-шара болды. 1809 жылдың күзінде Цин патшалығы марқұм Болат ханның ұлы Тоғымды ресми түрде қазақтың ханы деп таныған болатын. Бұл Ресей империясының хандықты жоюға дайындалып жатқан тұста Цин үкіметі тарапынан қазақ хандарына көрсетілген үлкен қолдау еді деген профессор Клара Хафизова апай Қытай билігінің бұл жолы Абылай ұрпақтарына емес, Әбілмәмбет ұрпақтарына арқа сүйеуінің тағы бір себебі, Әбілмәмбеттің ұлы Әбілби сұлтанның балалары мен немерелері Алтай мен Тарбағатай қазақтарының арасында шынайы билікке ие болатын. Тоғым хан қайтыс болғанда Қытай жағы оның мұрагері Алтынсары сұлтанға әуелі әкесіне ас арнап беру рәсімін өткізу үшін және оның хандық атағын мойындайтын Цин императорының грамотасын тапсыру үшін Алтынсарыны Шәушек қаласына жақын Тарбағатай тауларына келуге шақырады. Сонымен 1828 жылы 5 мамырда Қытай елшілігі қалмақтың жүздеген күзетімен келіп, наймандардың Сыбан болысының басшысы Әбілпейіздің ұлы Бопы сұлтанның Мамырсу шатқалы маңында қыстағына Қытайдың 15 көк жолақты ашанқан шатырын тікті. Алтынсары сұлтан бұл келіссөзге өзінің ең сенімді 12 төлеңгітімен және құрметті 3 биі Төрехан Есенбаев, Жанғошы хан Елдин, Баянбай Боранбаевпен келіп қатысады. Шұбартау төлеңгіттерінің басшысы Мұрат сұлтанның ұлы Жас сұлтан Үбі де осы Қытай елшіліктерімен болған келіссөзге қатысады және қабылданған ережелер бойынша Алтынсары оны Шұбартаудан Цин сарайына аманатқа жіберген. Үбі сұлтан 1803 жылы туған. Оған орыстар момын әрі ақылды кісі деген мінездеме берген. 1850 жылы Төлеңгіт болысында қалмақ төлеңгіттермен бірге тұрған. Қысы жазы немере бауыры Құдайменді Сәттемірұлы сұлтанмен бірге жазда Тоқырауын өзені бойында, қыста Балқаш көлінің түбінде көшіп қонған. Құдайменді Әбілмәмбет ханның шөбересі, Болат ханның немересі Сәттемір сұлтанның үлкен ұлы. 1798 жылы дүниеге келген. 1843 жылы 23 қазанда Төлеңгіт болысын халықтың қалауымен көкесімен әкесі басқарып келген Төлеңгіт болысына басқарушы болып сайланады. 10 жыл Төлеңгіт болысын басқарған Құдайменді сұлтан 1853 жылы 31 желтоқсанда денсаулығына байланысты өз өтінішімен қызметтен босатылады. Бірақ халықтың қалауымен 1858 жылы 6 қазан күні қайтадан Төлеңгіт болысын басқаруға бекітіледі. 1846 жылдың 18 наурызда Ғали Әділев сұлтанның Батыс Сібір губернаторына жазған хатында Қарқаралы уезінің Төлеңгіт болысының қазақтары Байсақ пен Манақбайдың Жетісудағы Қаратал өзені бойындағы ауылдардан 411 жылқыны тартып алып кеткенін, сонымен қатар осы Байсақ бастаған төлеңгіттердің тағы бір ауылдан 50 жылқыны айдап алып кеткені туралы хабарлайды. 1846 жылғы 30 сәуірде Ұлы жүз бен және орта жүздің билерінің осы дауды ортаға салып, біз Қарқаралы уезіндегі қазақтардың осы жылдың қаңтар айындағы жылқыларды тартып алуынан туындаған барлық келіспеушіліктерді тоқтатқымыз келіп, қазақтардың әдет ғұрып заңдары бойынша өзара бейбіт жолмен есеп айырысу туралы келісімге келдік деп жазған екен. Бұл талап арыздарды қарағандар Қаракесек ішіндегі Байбөре болысының басқарушысы Алдаберген Еділбаев, Дадан Тобықты болысының Ақоп Сығайып сұлтан, Төлеңгіт болысының басқарушысы Құдайменді Сәттеміров болған. Ал енді осы тарихи құжатта ат аталатын Байсақ Мамадайыр Жалаңтөс атасынан болады. Жалаңтөстен Қайзақ, Байзақ, Сармырза
Тілеу батыр туады. Сармырзадан Татан батыр, одан шешендігімен аты шыққан Шоңай би Самат батыр туады. Байсақ батыр Шоңай бидің ұлы. Шоңай би сөзге шешен суырып салма ақын болыпты. Адам баласында мұндай шешен туады екен ау деп бір кемпір сұқтанған екен, содан тіл көз өтіп бақилық болыпты деп айтады. Айтыскер ақын Дәулет Сметовнімізге айыр тілді Шоңай бидің өнері дарыған дейді. Құрметті көрермендер, 1824 жылы Қарқаралы дуанында Төлеңгіт болысы құрылғанда болыстың алғашқы билері Жәнібек Тұрсынбаев пен Жұмабай Қылышев болды. Жұмабай Қылышев Шұбартауға құт болған әйгілі Өмірзақ Сары атасынан, ал Жәнібек Тұрсынбаев Жалаңтөстің атақты Татан батырдың немересі, ал Сабаттан Тіленші батыр туады. Жалаңға найза берде жауға қой, боранға қамшы берде дауға қой деген қанатты сөз тегін айтылмаған. Жалаңтөс жалаң ата ұрпақтар шеттерінен өжет, қорқу дегенді білмейтін батылдығымен дараланған. Сондай-ақ жалаң ата ұрпақтарын дарқан көңіл, қайтымы шапшаң аңқылдаған қасиеттерінде ел жақсы біледі. Жалаңтөс атасынан тарайтын тұқымнан Иісі, Шұбартау, Саяқ, Балқаш, Жетісу өңіріне аты шыққан атақты Дәуітбай, Шалбай секілді байлар шыққан. Дәулетімен әйгілі болған Кенбай Шұбартауда ел басқарып, болыстығымен әйгілі болды. Серғазы, Итаяқов, Наушабай, Тіленші билердің де атағы Шұбартауда әйгілі болған. Тіленші, Байсақ сияқты аруақты батырлардың да көзсіз ерліктері әлі күнге дейін ел ішінде жыр болып айтылып келеді. Тіленші батыр мен Байсақ екеуі жорықтарда бірге жүріп, бірге тұратын көрінеді. Тіленші батыр ақылшы ретінде соғыстың қауіпті қауіпсіздігін алдын ала болжап, Байсаққа айтып, ескертіп отырады екен. Ал Байсақ батырдың иесі арқасы болған. Бірде Байсақ батыр жорықтан әскермен қайтып келе жатса, алдынан шыққан бір қызыл түлкі қашады. Батыр оны қуа жөнеледі. Батырға не болды деп жолдастары тұрып қалады. Өйткені оларға ештеңе көрінбеген екен. Содан қуып әлгі түлкі бір ауылдың шетіндегі бір киіз үйге кіріп кетеді. Батыр шауып келіп, үйдің сыртын қамшымен тартып жіберіп айғай салады. Сол кезде ішінен бір әйел шыға келе: «О, батыр, келінім хал үстінде жатыр еді. Сіздің даусыңыздан соң басын көтерді. Енді тәуір болып кетер» дейді. Сол кезде батыр: «А, солай ма? Шипасын берсін» деп қайта шаба жөнеледі. Байсақ батыр болумен қатар аузы дуалы батагөй адам болған. Кейіннен ағайынды екі батыр Қотанемілде бірге жерленіп, мазары Қосбатыр аталып кеткен. Жанындағы тау Қосбатыр тауы деп аталады. 1926 жылы Қосбатыр мен Алшынбай қыстақтарында Наушабай би Тіленшіұлының Әкімбек, Байбек, Тайбек атты балалары отырған. Наушабай би 1902 жылы 26 маусымда қайтыс болған. Ал омырауында алтын жұлдызы жарқыраған Буашев Күмісбек аты. Сонау 60 жылдары Жетісу облысы түгіл бүкіл республика білген әйгілі шопан, атақты еңбек ері. Тегіне біткен осындай қайрат жігері биікке шығарды, елдің бағына солай болған. Мамадайыр Жалаңтөс Тілеу батырдың алтын тұяғы. Тілеуден Байболат, одан Сеңгірбай туады. Сеңгірбайдан Тайқожа, одан Дәрменқұл, Буаш. 1908 жылы Семей облысы Қарқаралы уезі Шұбартау болысы 5 ауылында дүниеге келген. 1986 жылы өмірден озды. Зираты Сарқан ауданы Алмалы бұрынғы энергия колхозы ауылындағы қорымда. Пейіште нұры Шалқығай.